Vocabulary News 7-ші юнит. Бүгінгі тақырып бізде come. Come деген бізде келу, бір жерге келу, да? Came, come ол бізде осы етістіктің өткен шағы. Бізде мынақта come және go дегеннің айырмашылығы. Go деген мына жерден мына жаққа бару. Come деген мына жақтан жаңағы бастаған жеріңе қайтып келу. Так? Go деген бару, come деген келу. Енді бізде мынандай сөз тіркесі бар. Come in және come out. Come in деген we say come in. Біз айтамыз come in деп айтамыз. Біреу есікті қаққанда. Come in деген кіре беріңіз деген сөз. Мына жерде мысалға бір адам келді, есікті қақты, ішіндегі адам кіріңіз деді. Да? Come in деген кіріңіз деген сөз. Енді come into деген бір жерге кіру, комнатаға кіру, кіріңіз емес, бір жерге кіру. Ол мысалға мына ер адам кірді комнатаның ішіне. Окей? Енді come out деген, come in деген кіру дегеннің антонимі, то есть шығу. A woman came out of the shop. Әйел came out, шықты of the shop, магазиннен. Так, мына әйел магазиннен шықты. Come in, кіру, come out, бір жерден шығу. Енді, you put your money in, сен саласың өзің ақшаңды ішіне, банкоматтың, and the ticket, және мына жердегі билет, немесе чек, comes out of the machine, жаңағы машинадан, то есть банкоматтан шығады. Come out. Так, енді, come back және come home. Come back деген бір жерге қайтып келу, қайтып кел деген сөз. Оралу деген сөз. Come home үйге қайтып келу. Да? Come back means return to this place here. Мына жерге қайтып келу деген сөз. She went away for 3 days. Ол кетті 3 күнге. She came back. Ол қайтып келді yesterday. Ол кеше қайтып келді. Come back қайтып келу is often used, жиі қолданылады from деген сөзден. From деген бір жақтан деген сөз. Жақтан. Енді they came back, олар қайтып келді from Italy, Италиядан кеше, yesterday. Come home дегеннің мағынасы бірдей, да, тоже қайтып келу, бірақ home деген ол жаңағы айтып атқан адамның үйі. Да, мысалға мамасы, mother айтады. What time, қай уақытта, did you, сен, come home last night, келдің үйге өткен түні. Анна айтады. Oh, about 11 o'clock. Ол примерно 11-дің шамасында. Окей? Енді come дегеннің тағы да бір қолданыстары бар. Мысалға come from. Come from деген еще сен қай жақтан боласың, то есть қай елден, Қазақстаннан или там Шымкенттен, қай қаладан, жалпы қай жақтан келдің деген сөз. Нерде what country, қандай елден, do you come from, қай елден сен келдің. I'm from Norway, мен Норвегияданмын. Да? Или or I come from Norway, мен Норвегиядан келдім. То есть имеется в виду, мен Норвегияда туылғанмын деген сөз. Немесе I'm Norwegian, мен норвегиялықпын. Енді тағы да бір сөз бар, come along. Come along деген бізбен бірге бару. Come with us, бізбен бірге бару. We are going to disco tonight. Біз барайын деп жатырмыз дискотекаға осы түні. Do you want to? Сен қалайсың ба бізбен бірге баруға? Енді come and see me. Прямой мағынасы келу және мені көру, бірақ негізгі мағынасы visit, қонаққа келу, то есть мені көріп тұру. Come and see me sometime. Маған келіп тұрсай деген сөз. Sometime деген кей кездер. Кей кездері маған кел, қонаққа кел деген сөз. Да? Енді мына жерде тапсырмалар бар. Мына жерде бос орындарды жаңағы мысалдармен келіп толтыру керек. Енді I put money in, мен ақшаны ішіне саламын, жаңа бір машинаның. But the ticket didn't
бірақ билет шықпады. Come out of, сыртқа шықпады. Машинадан, of machine. Енді, I'm going to Taiwan tomorrow. Мен бара жатырмын Тайванға ертең. When are you coming? Қашан сен қайтып келесің? Coming back. Come back, қайтып келу. The teacher came the classroom. Мұғалім келді the classroom, кабинеттің ішіне, came into the classroom and started the lesson. Және бастады сабақты. Where do you come? Сен қай жақтан келдің? Come from. Қай жақтан? I'm Brazilian. Мен бразилиялықпын. Come and, кел және me, мені да. Come and see me. Қонаққа келіп тұр at 5 o'clock. Сағат 5-те. The children, балалар, келеді school, мектеп. Келеді мектептен. Come from school at 4 o'clock. Сағат 4-те. Енді мына жерде өзің туралы жауап беру керек. Бұларға пока жауап бермейміз. Мына жерде what do you think these people are saying? Мына адамдар не деп жатыр? Ситуация мынандай. Мына әйел есікке қағып жатыр. Ішіндегі адам айтады. Кіре беріңіз. Да? Come in. Кіре беріңіз. Екіншісі. Мына жерде мынау есікті ашты. Да, әйел есікті ашып ішке кірейін деп жатыр. Мына ер адам оған айтады. Бері кел дейді. Come here. Мына жаққа кел. Немесе бері кел. Енді мына жерде мына ер адам айтып отыр. We are going to a party. Біз вечеринкаға бара жатырмыз. Сен қалайсың ба? Бізбен баруға. Do you want to come along? Бірге бару. Мына жерде тағы да бір ситуация. Using come in the correct forms. Мына жерде come деген сөздің правильный формасын қолдану керек. Өткен шақ, осы шақ. Have you come for your letters? Сен өзіңнің, for деген үшін деген сөз. Өзіңнің хаттарың үшін келдің ба? Келесі, she back yesterday. Ол келді, came back. Came деген, come деген өткен шағы, yesterday кеше. Ол қайтып келді кеше. He, ол, here every Tuesday. Every деген қайталанатын іс-әрекет. Егер қайталанатын іс-әрекет болса, present simple болады. He болған үшін come дегенге s қосамыз. He comes here every Tuesday. Ол келеді мына жаққа әр вторник. Енді you, сен, to the school party tonight. Мектептегі вечеринкаға осы түні, бүгінді сен келесің ба? Are you coming? Сен келесің ба? Okay. Енді мына жерде come дегенмен тағы да бір мағыналары бар сөздер бар. Come round деген бізде visit деген сөзге келеді. Come round деген қонаққа бару, қонаққа келу. Come across деген біреумен кездесіп қалу. Біреумен или бірдеңені күтпестен кездесіп қалу. Come across. Come up деген ол ойлап табу. Немесе ойға келу дегенге келеді. Okay? Come дегеннің мағыналары осы, жазып алыңдар. Келесі сабақта take деген сөзді өтеміз. Келесі сабақта кездескенше.